тобына жататын. Иә, қыздар, бұлар жәндіктер тобына жататын, өте еңбекқор, ұйымшыл жәндіктер. Бұлар илеуде және қайда өмір сүреді? Ормандарда өмір сүреді, бақшаларда өмір сүреді, үйлердің ауаларында өмір сүреді. Бұлар тәтті шырындармен, нанның қоқымымен өмір сүреді, дәндермен өмір сүреді. Дәндермен өмір сүреді екен, иә? Бұлар илеуде қанша өмір сүреді? Аз ба, көп па? Көп. Көп, иә? Илеуде мыңдаған түрі болады екен. Негізі жалпы құмырсқалардың түрлері өте көп екен. Мұнда не көріп тұрсыңдар, қараңдаршы? Бұяқта үлкен патшайымы тұр. Иә, мұнда үлкен патшайымы тұр. Қарашы, айтайықшы. Бұл үлкен патшайымы Айша. Бұлар үлкен патшайымы кішкентай құмырсқаларды басқарады. Кішкентай құмырсқалар жұмысшылары және балалары. Олар илеуді тасиды. Үйлеріне дәндерін тасиды, Олар қорғайды екен, иә? Олар ылғалсыз жерде өмір сүреді екен. Қанекей, ары қарай біз зерттеп көрейікші құмырсқаны. Айша, құмырсқаның екі мұртшасы бар екен. Екі көзі бар екен. Айша, біз құмырсқаның аяқтарын санап көрейікші? Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Айша, 6 аяғы бар екен. Айша, біз бүгін құмырсқамен таныстық. Иә, құмырсқаның 6 аяғы, 2 көзі, 2 мұртшасы бар екен, иә? Ол өте кішкентай жәндік. Еңбекқор, кішкентай болғанымен, ол өте жылдам жүреді екен. Көрдіңіздер ме, балалар? Айша, саған құмырсқалар көрген ұнады ма? Ұнады. Раяна, саған да ұнады ма? Маған да ұнады, саған да ұнады, бәрімізге ұнады деген айтамын. Біз құмырсқаны зерттедік. Біз оларды не істеуіміз керек? Қорғауымыз керек.